Әлемнің негізгі құрылымын зерттей отырып, адамзат әрқашан өз әлемін түсіну және түсіндіру үшін түрлі ұғымдар мен концепциялар жасады. Бұл идеялар ғылыми әдіспен тексеріліп, қайсысы құнды, қайсысы тарих қойнауына кететінін анықтауға мүмкіндік береді. Біліміміз кеңейген сайын, кейбір тұжырымдар күрделеніп, біз оларды жиі шатастырып тұрамыз. Мысалы, суперструндар теориясы. Суперструндар теориясы бүкіл әлемнің болмысының негізін түсіндіруге тырысады. Оның шынайылығы мен практикалық маңызы әлі де ғалымдар арасында талқыланып келеді. Бұл революциялық жаңалық па? Әлде жай ғана болжам ба? Барлық нәрсенің теориясы ма? Әлде ештеңенің теориясы ма? Бүгінгі күнде адамзат білімінің ең дәл саласы кванттық механика болып табылады. Оның болжаулары 11 ондыққа дейін дәл тексерілген. Бұл ғылым субатомдық әлемді зерттейді. Мұндағы бөлшектер соншалықты ұсақ, олармен өзара әрекеттесуге, кәдімгі электромагниттік толқындар тым ірі болып көрінеді. Осы бөлшектерді энергиясы бар толқындармен бақылауға мүмкін емес. Бақылау олардың күйін өзгертеді. Бұл құбылыс Гейзенбергтің анықталмаушылық принципі деп аталады. Кванттық механиканың негізін құрайды. Бірақ бұған басқа көзқарас та бар. Хью Эвереттің интерпретациясы бойынша әрбір мүмкін оқиға шын мәнінде орын алады, бірақ әрқайсысы өз параллель ғаламында жүреді. Біз элементар бөлшекті бақылайтын сәтте, тек қай ғаламда тұрғанымызды анықтай аламыз. Бұл мультиғалам тұжырымдамасы кванттық физикаға ғана емес, сонымен қатар біздің шынайы табиғатымызға жаңа көзқарас береді. Стандартты модель элементар бөлшектерді кеңістіктегі нүктелер ретінде қарастырады. Бұл модель мінсіз болмаса да өте дәл және тиімді болып шықты. Ол қазіргі элементар бөлшектер физикасының негізін құрап, ерекше болжамдар жасауға мүмкіндік береді. Мысалы, бұл модель материяның қасиеттерін үлкен жарылыстың алғашқы секундтарының бөлшектеріне дейін сипаттай алады. Біздің кванттық әлем 36 кварк пен антикварктан 12 әлсіз әрекеттесетін бөлшек пен антибөлшектен, лептондар, сондай-ақ Ян Миллс өрістері мен Хиггс бозондарынан тұрады. Біз көріп отырған материя негізінен электрондардан, кварктардан және нейтринолардан құралған. Бұл бөлшектер бір-бірімен күштер арқылы әрекеттеседі, ал күштер басқа бөлшектердің алмасуы арқылы беріледі. Мысалы, электромагниттік өзара әрекет фотон алмасумен жүзеге асады. Осы түрлі бөлшектер стандартты модельде екі топқа бөлінеді. Фермиондар, олар материяны құрайды, және бозондар, олар күштермен әрекеттесуді тасымалдайды. Алайда бұл жүйеге гравитацияны қосу үлкен қиындық туғызады, себебі гравитация әлемнің үлкен масштабтағы құрылымын анықтайды. Ғалымдар гравитацияны стандартты модельге енгізуге тырысқанда теңдеулер шешілмей қалады. Кванттық түзетулер өте ұсақ болуы тиіс болса да, олар шексіз мәнге айналады. Сол себепті стандартты модель әлемнің кейбір құпияларын, үлкен жарылыстың алдындағы жағдайды немесе қара құрдымның ішін түсіндіре алмайды. Эйнштейннің жалпы салыстырмалылық теориясында гравитация бөлшектер арқылы берілетін күш емес, кеңістік пен уақыттың өз геометриялық қасиеті. Кванттық әлемнің дәл еместігі мен кеңістік және уақыт геометриясын дәл сипаттау арасындағы қайшылық біздің әлемді түсінуге үлкен бөгет тудырады. Осы қайшылықты шешу үшін ғалымдар суперструндар теориясын ұсынды. Бұл теория бойынша элементар бөлшектер нүктелер емес, өте ұсақ тербелмелі жіптер. Мұндай шешім барлық негізгі күштерді, гравитацияны, электромагнетизмді, күшті және әлсіз ядролық әрекеттерді бір теорияға біріктіреді. Бұл теорияда бөлшектер ашық немесе тұйық болуы мүмкін, өте ұсақ жіптерден тұрады. Олар әртүрлі жиілікте тербеледі, скрипка ішегі сияқты. Әр түрлі тербеліс әр түрлі бөлшекке сәйкес келеді. Кейбір тербелістер фотон сияқты белгілі бөлшектердің мінезін көрсетеді. Кейбір тербелістер гравитацияны тасымалдайтын гипотетикалық бөлшектер гравитондарға сәйкес келеді. Суперструндар теориясы бөлшектерді нүкте емес, кеңістік пен уақытта өз беті бар, тербелмелі жіп ретінде қарастырады. Бұл олардың бөлінуін, қосылуын, бөлшек шығаруын немесе жұтуын да ескеру керек деген сөз.
Алғашқы струндар теориясы бірнеше мәселеге тап болды. Ол бозондарды ғана болжай алды, бірақ фермиондарды түсіндіре алмады. Тахиондар сияқты жалған массасы бар бөлшектерді болжауы да үлкен бөгет болды. Сонымен қатар ол әлемнің 26 өлшемі бар болуы керек деді. Бұл байқалған 4 өлшеммен үйлеспейді. Жіптерге спиннерлар қосылды. Бұл фермиондарды болжауға және тахион мәселесін жоюға мүмкіндік берді. Бірақ бұл теория әлемнің 10 өлшемді болуын талап етеді. Қосымша өлшемдер тұжырымына сәйкес, кейбір өлшемдер бүктеліп, тым кішкентай болғандықтан байқалмайды. Бізде қосымша өлшемдерді көрмейміз, сондықтан бөлшектердің массасы бар сияқты көрінеді. Шын мәнінде қозғалыстың тек бір бөлігі ғана көрінеді. Бұл компактификация идеясы массаның пайда болуын түсіндіретін кілт. Алайда мұны қазіргі үдеткіштермен тексеру мүмкін емес, энергия жетпейді. Егер қосымша өлшемдер шынымен бар болса, жіптер әлдеқайда көп тербеліс режиміне көшеді. Бұл көптеген түрлі бөлшектердің пайда болуына мүмкіндік береді. Әр түрлі компактификация тәсілі өзіндік қасиеттері бар жеке теориялық ғаламды тудырады. Неліктен біздің әлем дәл стандартты модель бөлшектерін көрсетеді, бұл әлі белгісіз. Кейбір теорияларға сәйкес әлемнің геометриясы уақытпен өзгеріп, заңдардың да эволюциясы болған болуы мүмкін. Суперструндар теориясының өзегі бозондар мен фермиондарды бір тұтас жүйеге біріктіретін суперсимметрия. Бұл физикадағы ең ауқымды симметрия болып табылады. Біз қазір струн теориясының дамуының шешуші кезеңіне, оның негізгі физикалық принциптерін түсіну сатысына жақындап келеміз. Бұл жерде ең үлкен сұрақтардың бірі бүкіл теорияны бір ғана теңдеуден шығару мүмкіндігі. 1995 жылға дейін струн теориясы 5 бөлік кванттық гравитация моделінен тұрған. Олардың әрқайсысы ішкі жағынан тұрақты, математикалық тұрғыдан дұрыс анықталған еді, бірақ спиндердің ұйымдасуы мен симметриялары бойынша бір-бірінен ерекшеленді. Сол уақыттағы негізгі сұрақ, неге струн теориясының 5 нұсқасы бар? 1995 жылы америкалық физик-теоретик Эдвард Уиттен төңкерістік жауап ұсынды. Барлық 5 теория бір ғана, тереңірек жатқан 11 өлшемді теорияның әртүрлі көріністері. Ол бұл теорияны М-теория деп атады. Мұндағы негізгі объектілер струндар емес, екі өлшемді мембраналар. Сөйтсе, 5 струндық теория бір М-теорияның түрлі математикалық интерпретациясы ғана екен. 2 жылдан кейін, 1997 жылы, Хуан Мальдасена физика әлемін дүр сілкіндірген жаңалық жасады. Ол дәлелдеді. 4 өлшемді кеңістіктегі суперсимметриялы Ян Миллс теориясы мен 10 өлшемді струн теориясы математикалық тұрғыдан балама, эквивалент екен. Бұл соншалық күтпеген жаңалық болды. Ол теоретикалық физиканың бағытын өзгертіп жіберді. Соңғы 20 жылда Мальдасенаның жұмысы жоғары энергия физикасындағы ең көп дәйексөз келтірілген зерттеу болды. Бұл нәтиже струн теориясының екі маңызды қасиетін көрсетеді. Симметрия теңдеулер элементтерді алмастырғанда өзгеріссіз қалады. Дуалдылық сырттай әртүрлі көрінетін екі теорияның математикалық тепе-теңдігі. Дуалдылықтың қарапайым мысалы Максвелл теңдеулеріндегі электр және магнит өрістерінің өзара алмастырылуы. Дәл сол сияқты, 10 өлшемді 5 струндық теорияда өзара дуалды болып шықты, яғни бәрі бір 11 өлшемді М-теорияның әртүрлі қырлары. Ал Мальдасена бұдан да әріге барды. Ол әртүрлі өлшемдегі теориялар арасындағы дуалдылықты көрсетті. Бұл бұған дейін ғылымда болмаған тұжырым еді. Бұл тек математикалық әдемілік емес, бұл фундаменталды салдарға ие жаңалық. Егер 4 өлшемді Ян Миллс теориясы 10 өлшемді струн теориясына дуал болса, онда ядролық өзара әрекетті түсінудің кілті кванттық гравитация теориясында жатуы мүмкін.
яғни протон массасы сияқты қасиеттердің терең негізі струндар мен мембраналардың құрылымында болуы ықтимал. Адамзат табиғаттағы 4 фундаменталды өзара әрекеттесуді, оның ішіндегі гравитацияны, электромагнетизмді, әлсіз және күшті ядролық күштерді біртіндеп игере отырып, көптеген жұмбақтардың шешімін табуға жол ашты. Бүкіл өркениеттің бағытын өзгерткен ғылыми технологиялық төңкерістер жиі шыға бастады. Енді біз барлық 4 өзара әрекетті біріктіретін барлығының теориясына жақындап келеміз. Бұл теория біздің ойлауымызға, күнделікті өмірімізге және әлемді сезінуімізге қалай әсер етеді екен? Шынын айтсақ, тікелей әсері шамалы болуы мүмкін. Бұл теорияның табиғи энергия шкаласы, Планк энергиясы. Ол үлкен адрондық коллайдердің энергиясынан әлдеқайда жоғары болып келеді. Яғни бұл әлемнің жаратылуы, қара құрдымдардың ішкі табиғаты, шеткі құбылыстар туралы баяндайтын теория. Ньютон қозғалыс пен гравитация заңдарын тұжырымдап, индустриялық революцияның негізін қалады. Фарадей мен Максвелл электр мен магнетизмнің бір тұтас теориясын жасап, электр дәуірін ашты. Эйнштейн мен кванттық физиктер ықтималдықтарға негізделген жаңа көзқарас ұсынып, бүгінгі технологиялардың іргетасын қалады. Осы ғалымдардың ізденуі бүгінгі күнге дейінгі өркениеттің тұтас келбетін анықтады. Алайда осы заңдылықтарды тануға ұмтылған ғалымдардың өздері де барлық ғылымның шегінде тұрған мәңгілік сұрақтарға жауап іздеуден қашпады. Атап айтқанда, Эйнштейннің хатшысы Хелен Дьюк айтқандай, ол кісі үнемі адамдардан өмірдің мәні қандай? Сіз Құдайға сенесіз бе? Деген сұрақтарға толы хаттар алып отырған. Эйнштейннің Құдай туралы әйгілі хаты аукционда $1 миллион сатылды. Бұл адамдардың осы сұраққа қызығушылығын дәл көрсетті. Өз хаттарында Эйнштейн жеке Құдай мен Спиноза Құдайының айырмашылығын атап өтеді. Спиноза үшін Құдай әлемдегі тәртіп пен заңдылықтың символы. Ал Эйнштейн болса өзін үлкен кітапхананың ішінде тұрған балаға теңеген, кітаптардың жүйесін сезе отырып, осыны жарату кімнің қолынан келеді екен деп ойлап тұрған. Егерде біз логика арқылы Құдайды дәлелдеуге тырысып көрсек, мәселе күрделене түседі. Мысалы, Стивен Хокинг Құдайға сенбеген. Ол үлкен жарылыс физика заңдарының табиғи салдарынан. Және де мультиғалам идеясында уақыт біздің ғаламнан бұрын болуы мүмкін екендігін түсіндірген. Мультиғалам мәңгі деп айтқан. 13 ғасырда Фома Аквинский Құдайдың бар екенін логикамен түсіндіруге тырысып, 3 үлкен дәлелді сұнған. Олар космологиялық дәлел алғашқы қозғаушы. Телеологиялық дәлел күрделі құрылым, демек конструкторы бар. Онтологиялық дәлел кемел болмыс бар болуын талап етеді. Уақыт өте келе Кант онтологиялық дәлелдің әлсіздігін көрсетті. Ал телеологиялық дәлел эволюциямен таласып тұрады екен. Космологиялық дәлел болса, мультиғаламнан кейін күрделене бастайды. Мультиғалам үлкен жарылысты түсіндірсе, сонда мультиғаламның өзі қайдан шықты деген күрделі сұрақты қояды. Физика заңдары әлі күнге дейін осы сұрақты ашық қалдырады. Болашақтағы барлығының теориясы симметрияға сүйенеді деп күтіледі. Бірақ симметрияның өзі терең математикалық шындық екені сөзсіз. Біздің әлем таңғаларлықтай әдемі, реттелген және қарапайым. Барлық белгілі фундаменталды заңдарды аз ғана теңдеуге, бір бет қағазға сыйдыруға болады. Бұл парақта Эйнштейннің салыстырмалық теориясына да стандартты модельге де орын табылады. Стандартты модель қаншалықты күрделі болса да, микродүниеден бастап галактикаларға дейінгі құбылыстардың басым бөлігін сипаттап бере алады. Сондан ең қарапайым сұрақ туады. Егер осының бәрін бір парақ бетке сыйдыруға мүмкін болса, онда парақта жазылғанды біреу алдын ала ойластырғандай сияқты әсер қалдыра ма? Әлемнің осындай элегантты құрылымда ғарыштық дизайнердің қолтаңбасы байқала ма? Митио Каку үшін бұл Құдайдың бар болуының ең күшті интуитивті аргументтерінің бірі. Бірақ ғылым тек дәлелденетін және жалғанданатын тұжырымдарға сүйеніп отырады.
Әдебиеттану немесе философияда уақыт өте келе түсіндірулер көбейе береді. Ал физика керісінше аз ғана, бірақ өте дәл теңдеулерге ұмтылады. Бірақ бұл ғылымнан тыс ештеңенің маңызы жоқ деген сөз емес. Кейбір сұрақтар, мысалы, айда ешқандай айдаһар жоқ деген тұжырымды дәлелдеуге тырыссақ, біз айдың әр бұрышын түгел тексере ала алмайтынымызға көзіміз жетеді. Құрылғылар жетпейді. Демек, айдаһар жоқ дегенді логикалық түрде толық дәлелдеу мүмкін емес. Осындай жайттар туралы заманауи рационалистер мен жасанды интеллект зерттеушілері де айтады. Теорияның күші ол рұқсат еткенде емес, ол тыйым салатынында. Егер кез келген нәтижеге бірдей сенімді түсініктеме ойлап табуға болса, онда ондай теория білім бере алмайды. Сұрақтардың жауаптары келіспей қояды. Сол себепті Құдайдың бар жоқтығы және әлемнің түпкі мәні жөніндегі сұрақтар ғылым шеңберінен шығып кетеді. Оларды тәжірибе арқылы дәлелдеу де, теріске шығару да мүмкін емес. Митио Какудың көзқарасы бойынша мұндай теория бар болуы мүмкін, өйткені ол өзін-өзі қайшылыққа түсірмейтін жалғыз теория. Басқа барлық ықтимал теориялар бір жерде логикалық не математикалық қайшылыққа тіреледі. Кванттық гравитацияның көптеген нұсқаларында біз шексіздікке әкелетін өрнектерге, аномалияларға, бұзылған симметрияға тап боламыз. Болжам бойынша бұл мәселелерден толық таза болатын жалғыз барлығының теориясы болуы мүмкін. Сол сияқты біздің әлем 15 өлшемде бола алмайды. Мұндай кеңістікте теория өзін-өзі жоққа шығарады. Струндар теориясы есептеулерінде жиі 10 немесе 11 санының шығуы да кездейсоқ емес. Қателіктер мен аномалиялардан бос кеңістік дәл осы өлшемдерде ғана алынады. Теорияның өзі біреу-ақ болуы мүмкін, бірақ оның шешімдері, яғни ықтимал әлемдер шексіз көп. Дегенмен барлығының теориясы тұрғысынан бастапқы теңдеу жалғыз. Бұл бізді тағы бір терең сұраққа келеді. Неге мүлде ештеңе жоқ емес? Неге бар нәрсе бар? Кванттық физикада абсолютті ештеңе деген түсінік жоқ. Қара құрдымдар да мүлде қара емес. Хокинг сәулеленуіне байланысты олар уақыт өте келе буланып жойылады. Кванттық жүйеде ең төменгі энергияда нөлге тең емес. Вакуумның өзі кванттық тербелістерге толы. Толық тыныштық күйі бола алмайды, өйткені бұл Гейзенбергтің анықталмаушылық принципіне қайшы келер еді. Онда үлкен жарылыс қайдан пайда болды? Митио Какудың айтуынша ең ықтимал түсініктеме бұл ештеңенің ішіндегі кванттық флуктуация. Вакуумда бөлшек пен антибөлшек жұп-жұбымен пайда болып, қайтадан жойылып жатады. Бір сәтте осындай флуктуация жабылмай кеңейіп кетіп, жаңа ғаламның тууына әкелуі мүмкін. Хокинг бұл процесті кеңістік уақыт көбікшесі деп атаған. Атомнан да кіші, шексіз көп кішкентай ғаламдар вакуумнан шығып, қайта сіңіп жатады. Кейде солардың бірі қайта жойылмай, инфляция кезеңіне өтіп, толыққанды әлемге айналады. Осылайша біздің әлем ештеңеден емес, кванттық вакуум флуктуацияларынан туған болуы мүмкін деген ой бар. Басқа көптеген ғаламдар сияқты жойылып кетпей, тұрақтанып кеңейе алған ғалам біздің әлем ғана. Христиандық пен буддизм бұл мәселеге әртүрлі қарайды. Христиандықта Құдай әлемді белгілі бір сәтте жаратқан, ал буддизмде әлемнің бастауы да, соңы да жоқ, мәңгілік нирвана ғана бар деп есептеледі. Бір қарағанда бұл көзқарастарды біріктіру мүмкін емес сияқты. Әлем не басталған, не басталмаған аралық нұсқа жоқ. Бірақ мультиғалам идеясы бұл қарама қайшылықты жаңа қырынан көрсетеді. Мүмкін біздің үш өлшемді әлем шын мәнінде басталған, ал ол орналасқан жоғары өлшемді кеңістік нирвана тәрізді мәңгілік орта болуы ықтимал. Инфляциялық космологияға сәйкес үлкен жарылыстар үнемі болып тұрады. Әр қайсысы жаңа көпіршік ғаламды тудырады. Бұл көпіршіктер 10 немесе 11 өлшемді кеңістікте жоғары өлшемді гипернирванада жүзіп жүреді. Осылайша біздің ғаламның бастауы бар, бірақ ол мәңгілік мультиғаламның ішінде пайда болған көптеген әлемдердің бірі ғана. Митио Каку айтқандай, біз әлемге өзіміз мән береміз. Кез келген дайын мағына сырттан берілсе, ол өз салмағын жоғалтады. Күреспен, ізденіспен және құрбандықпен құнды нәрсе келеді.
Егер әлем бәрібір ұзақ мерзімде үлкен мұздау, жылулық өлімге ұшыраса, онда оның жалпы мақсаты бар деу қиын. Екінші термодинамика заңы кез келген тұйық жүйеде ретсіздік өсіп, құрылым ерте ме кеш пе бұзылатынын айтады. Дегенмен, егер әлем толық тұйық жүйе болмаса, үміт те болуы мүмкін. Ашық жүйелер сырттан энергия ала алады. Мысалы, жер күннен энергия алып, тіршілікті сақтап отыр. Кейбір теориялар бойынша кванттық гравитация мен құрт індері болашақта әлемнен шығу жолын қамтамасыз етуі мүмкін. Теориялық тұрғыдан алғанда, өте дамыған өркениет теріс энергия мен Казимир эффектісін пайдаланып, кеңістік уақытта туннель жасап, суып бара жатқан әлемнен жылырақ ғаламға өтуі ықтимал. Бұл жағдайда кванттық гравитация мен барлығының теориясы тек абстрактілі математика ғана емес, адамзат үшін шынайы құтқару құралына айналуы мүмкін. Сондықтан барлығының теориясы жай ғана әдемі теңдеу емес. Ол бір күні біздің жалғыз құтқару жолымызға айналуы да ықтимал. Стивен Хокинг айтқандай, егер біз шынымен толық теорияны таба алсақ, оның негізгі идеяларын бір күні тек ғалымдар ғана емес, қарапайым адамдар да түсіне алатын болады. Сонда біз бәріміз, философтар, физиктер және жай адамдар, неге біз бармыз, неге әлем бар, деген сұрақтарды бірге талқылай аламыз. Ал осы сұрақтарға жауап табу адам ақыл ойының ең үлкен жеңісі болар еді.